Міне Наурыз басталғалы жатыр. Мына біздің міне сахна. Міне Наурыз басталғалы жатыр. Бұл бізде Дулат мырза. Мына бәрі оқушылар. Міне тойбастарлар деп қойын, күміс. Біздің республика көлеміндегі олимпиаднигіміз Асылжан, менің оқушым. Ләйлә мұғалімнің оқушылары, міне республика көлеміндегі ано жерде Әсия отыр, музыкант. Міне тойбастарлар. Міне біз Наурызды қалай тойлаймыз. Міне 5-ші Ә сыныбы. Қалайсыңдар балалар? Мен толғанайым. Тоғжан қайда? Тоғжанның класы. Міне мына жерде 5-ші Ә сыныбы. Әсия Жұмат қызының класы. Міне Балқатайына Зүлфия Рысқалиевнаның сыныбы. Өтті емшіл сынып, міне қандай керемет. Айнұр мұғалімнің сыныбы. Менің сыныбым. Менің ата-аналарым міне қазір көрініске қатысады бәрі. Ләйлә Розенбековнаның сыныбы. Ләйлә мұғалім, привет передайте. Әне дейм. 8-ші сыныптар. Міне біздің Наурызымыз басталайын деп жатыр. Наурыздан Наурызға міне сен жетейік. Үскаста және көршілерді ерімдікке шақырдым. Дұрыс болған екен. Ерімдік деген бала бір ауылға жаңадан біреу көшіп келсе, соған асын асып, қазанын көтеріп, көмек қолын созып, бұрынғы тұрып жатқан адамдарды көрсететін ілтипаты. Көрші ақысы, тәңір ақысы демекші, көршіге сый құрмет көрсету біздің бабалардан келе жатқан салт дәстүріміз. Ерулік деген көшіп келген, тек қана көшіп келген көршіге ғана емес, сонымен қатар бір тәулікке аялдаған көші қонға да берілген ас суын беріп, аттарын жем шөбін берген. Сонымен қатар шей құрметін көрсеткен. Бұрыннан келесі жатқан салт дәстүр болғандықтан қарым қатынасы үзілмесін деп сыйластық ретінде осы ерулікті беріп отырған. Қызым келе ғой, қазір қонақтар келеді, стол жасайық. Уағалейкум ассалам. Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Дастарханға жайғасыңыздар. Ал қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Мұның атын білгенше бірден жүзін таниды қазақ атамыз. Қай елден боласыздар, жөн білісіп отырайық. Жетаттарымыз бәйт алып. Айғараби Ақтайлап, Құттыбай, Нарынбай, Жарасбай Рахманқұл, Мырзағазы Мүбәрәк, Рашид Әлімжан. Менің аталарымның ішінде Ақтайлақ би бар. Ол би шешен болған. Ой, бәрекелді балам, көп жаса. Мен де балам, сен де жет атамды айта ғой. Артып, Қаршыға, Омар, Құрманғожа, Серікқожа, Айтбек, Мақсбек, Айқынбек. Ал бәрекелді. Ал құрметті қонақтар, міне сіздерге аста келді.
ерулік кісі соғымның сүбелі мүшелерінен берілетінін білесіздер. Мынау сіздердің сыбағаларыңыз. Астан алып отырыңыздар. Ал енді апа, әудемейтін қазақ жоқ, өзіңізден бір кәдесійліға ән сұрайын деп едім. Келінім енді мынау қонақ кәдесігі сұрап отыр екен, бір ауыз өлең айтып берейін. Айна қой дере өлең деген немене, ой емес пе өре шығар қорадан, қой емес пе ай. Мұнда айтпаған өлеңді-ау, қайда айтайын қазағымның мереке, той емес пе ай. Ақтау керім, бұран белім, күнде жиын, күнде той, жүрген жерің ай. Ой, бәрекелді. Рахмет сізге. Ал енді көмекке жақын астарыңызға Ағызайым ол. Ал сіздерге де рахмет. Ендігі мына баталы үй, батасы үй қу мазар дейді. Батаменен ел көгереді, жауменен жер көгереді демекші. Сіздердің бір баталарыңызды алайық. Кел балам, баталағын. İlahi amin. Ағызайым оңдасын, оң жолына бастасын. Бақ қара қыдырдарсын, кетпес дәулет жеңіс. Аумин айтқаныз келсін. Туыс үйден құр шықпа деген мен сіздерге кәдесійлігімді берейін. Ал енді үйіміз осы. Шаңырағымызды көріңіздер, келіп тұрыңыздар. Құрметтерге көп рахмет, ыстарың көп болсын. Saçı uzun, kalın болып өседі. Bunu есіне сақтай жүр ерке қыз. Айналайын, шашбалтаққа қыз қатты жүгірмейді. Шолпының қатты дыбысы шықса, әдепсіз қыз деп атаған. Сондықтан да шашыңды бөліп жүр, шашыңды жайма. Қандай әдемі, Ергентай. Осы шашбауды көзіңнің қарасындай сақтап жүр. Жарай ма? Жарайды. Ерке қыз, менің саған шашбауды таққан себебім, шашың ұзын, ерек болсын дегенім. Шолпыны таққан себебім,
қылықтан аулақ болсын дегенім. Шолпының ауыр салмағы басында ұлықпайды. Бұл енді қасиетке ие болған. Сондықтан да жаңағы жеңгем айтпақшы, осы шашбауды көзіңнің қарасында сақта, жарай ма? Қандай әдемісің Еркетай.